Кенжебулатова Сая Қайсарбекқызы, филология мамандығы бойынша гуманитарлық ғылым магистрі. 5 жылдық педагогикалық тәжірибемде жинақталған ғылыми әдістемелік форум келесідей. Оның ішінде ғылыми еңбектеріне баса назар аударғым келеді. Асқар Алтайдың Қарабура повестегі кейіпкерлердің сөйлеу мәнері және де адвербиалдық қатынастағы мезгіл мәнді сөйлемдер. Қазақ тілі сабақ әзірлемелерінің жиынтығы және цифрлық оқыту құралдары. Бұл цифрлық құралдың тиімділігі мекемелерде интербелсенді тақтадағы бейне және аудио материалдарды смартфонның көмегімен еркін пайдалана алуында. Бұнда 56 сабақ жинақталды. Бар көрсетілген материалдардың барлығы QR код қосымшасы арқылы да тыңдаушылардың алдына ұсынуға болады. Сондай-ақ бұл сабақтың барысында Ахмет Байтұрсынұлының өзі қолдаған және де пайдаланған иллюстративті әдісі пайдаланған. Салалық сөздік. Бұнда 8 салаға арналған салалық сөздер жинақталды. Тіл ұстарту мәтіндері және диктанттар мен мазмұндамалар жинағы. Диктанттар мен мазмұндамалар жинағында бұнда жеңілден күрделіге қарай мәтіндер берілді, яғни салалық сөздік болсын, тіл ұстарту мәтіндері, диктанттар мен мазмұндамалар жинағы болмасын, QR код қосымшасы арқылы электронды нұсқасын қарауға болады. Келесі тілдес стаж Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында өтетін алдағы форумға арналған тілдес стаж. Орталықтың ағылшын тілі мұғалімімен бірлесе отырып жасалған 3 тілдегі жинақ, смартфонды пайдалана отырып, QR код қосымшасы арқылы еркін пайдалана аламыз. Жарияланған мақалалар бұл Қарағанды қаласында өткен ғылыми конференциялық материалда мақалам жарық көрді, және де Көкшетау қаласында өткен ғылыми әдістемелік және практикалық конференцияда мақала жарық көрді. Назарларыңызға рахмет.